Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір математика сабағы. Математикадан бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз түсімділік. Түсімділікке берілген есептерді шығаратын боламыз. Бізге бұл балалар жаңа тақырып емес, кеше оқығанбыз, өздерің білесіңдер, иә? Енді бүгін ары қарай есептерді шығаруды жалғастырамыз. Кітабымыздың 12-ші бетінде берілген екінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде сендерге кесте берілген балалар. Кестеде бидай, күріш, картоп өнімдері берілген. Енді біз қазір бидайды қарастырамыз. Осы жерде бидайдың түсімділігі 20 центнер гектарына дейді. Түсімділігі біз кіші әріппен белгілейміз, 20 центнер гектарына екен. Ал ауданы 35 гектар екен. Ауданы 35 гектар. Ауданы 35 гектар. Жалпы масса бізге белгісіз. Жалпы массасын табуымыз керек. Шешуі балалар. Енді жалпы массаны табу үшін біз бірден формуланы жазып көрсетіп қоямыз. Жалпы массаны табу үшін түсімділікті ауданға көбейтеміз. Түсімділікті ауданға көбейтеміз. Бізде 20 центнер гектарына алынады. Оны көбейтеміз 35 гектарға. 35 гектарға. Енді балалар, мына жерде гектар мен гектарды ойша жойып тастаймыз. 20-ны 35-ке көбейтетін болсақ, балалар 700. Бізде өлшем бірлік центнер болады. Олай болатын болса, бидайды, жәнегі жалпы массасы бидайдың 700 центнерге тең екен. Жауабын өзіміз жазамыз. 700 центнерге тең деп жазасыңдар. Енді балалар, бұл бірінші тапсырманы бидайдікін біз шығарып қойдық. Қалған екеуін, яғни күріш пен картопты өздерің орындайсыңдар. Келесі тапсырма балалар, кітабымыздың осы 12-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде мәтін есеп берілген. Былай дейді, екі фермер бидай өсірді. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі 14 центнер гектарына, ал екіншісінікі 19 центнер гектарына. Яғни балалар, бізге түсімділік берілген. Бірінші жәнегі фермердің түсімділігі, екінші фермердің түсімділігі. Бірінші фермердің түсімділігі балалар 14 центнер гектарына алады екен. Ал екінші фермер 19 центнер гектарына алады екен. 19 центнер гектарына алады екен. Енді былай дейді арғарай. Егер олардың әрқайсысы бірдей 5320 центнердей бидай алған болса, онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай дейді. Яғни балалар, бізге белгілі жалпы массасы екеуінікі бірдей. Екеуі де 5320 центнерден жәнегі өнім алған екен. 5320 центнерден. Бізге табу керек екі фермердің жәнегі жерінің ауданын, яғни S1 мен S2-ның қанша екенін табуымыз керек. Ол үшін шешуі, ол үшін балалар біз былай жасаймыз. S тең, яғни ауданды табу үшін M-ді, яғни үлкен M-ді, жалпы өнімділікті түсімділікке бөлеміз. Әрқайсыныкін жеке-жеке тауып аламыз, одан кейін барып екеуін бірге қосып есептейміз. Ол үшін балалар біз бірінші фермердің ауданын табу үшін 5320-ны, яғни жалпы массаны бөлеміз түсімділікке. 14 центнер гектарына алады деген болатынбыз. 5320-ны 14-ке бөлетін болсақ, балалар 380 болады екен. Өлшем бірлікті өздерің білесіңдер, балалар, центнер мен центнер жойылып кетеді, гектар. Олай болатын болса, бірінші фермердің жерінің ауданы 380 гектарға тең екен. Ал екінші фермердің жерінің ауданы табу үшін балалар 5320-ны бөлеміз, центнерді бөлеміз 19 центнер гектарына дегенбіз, екіншінікі бөлеміз тең болады бізде бұл жерде балалар 280. Мына жерде центнерлер жойылып кетеді, 280 гектар. Енді балалар, екі фермердің жерінің ауданы қанша дейді, оны табу үшін балалар біз 380 гектарға қосамыз 280 гектарды. Тең болады 660 болады, 660 гектар.
Яғни балалар, екі фермердің жерінің ауданы 660 гектарға тең болады екен. Жауабын өзіміз жазамыз. Келесі балалар, кітабымыздың 13-ші бетіндегі 5-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде сендерге былай дейді: алгебралық тәсілмен және арифметикалық тәсілмен есепте дейді. Балалар, алгебралық тәсіл дегеніміз ол жәнегі теңдеу құрып шығаруды алгебралық тәсіл деп айтамыз. Ал арифметикалық тәсіл дегеніміз ол кәдімгі арифметикалық амалдарды қолдана отырып шығаратын болсақ, онда оны арифметикалық тәсіл деп айтамыз. Мәтін есептерді шығарған кезде көбінде алгебралық тәсілді қолданған өте тиімді болады екен. Қазір мен сендерге 5-ші есептің асын көрсетемін. Қалай? Жәнеге екі түрде. Бірінші балалар, сендерге арифметикалық тәсілді көрсетейін. А деп қояйын да. Арифметикалық тәсілде қалай есептейміз? Екі саяжайдың иелері таңқурайдан бірдей түсім алды. Жиналған жалпы түсімнің массасы 480 мың грамм. Егер саяжай иелерінің бірі 700 түп, ал екіншісі 900 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай дейді. Енді балалар, бұл жерде біз мынандай арифметикалық амалдарды қолданып өрнек жазуымызға болады екен. 480 мың бөлу жәнегі екеуінің алған таңқурайлары 700 түп біреуінде, ал екіншісінде 900 түп дейді. Осы екеуін бір-біріне қосамыз. Тең 700-ге 900-ді қоссақ 1600, 480 мыңды бөлетін болсақ, балалар, тең 300 болады екен. 300 граммнан алады екен. Енді балалар, мына жерде біз бұл арифметикалық тәсілі. Ал енді әсіне балалар, мен қазір алгебралық тәсіл, яғни теңдеу құрған түрін көрсетемін. Бізде белгісіз болып тұрған ол түсімділігі. Яғни бізде түсімділікті x деп белгілейміз. X белгісіз сан, кітапта да сендерде солай берілген. Көбейтеміз. Жәнегі 700-ге қосамыз 900-ді. 900-ді қосамыз. Бұл дегеніміз, балалар, біз 700-ге 900-ді қостық, оны мына түсімділікке көбейтетін болсақ, бізге 480 мың шығады екен. 480 мың. Енді осы теңдеуді ары қарай балалар шешеміз. X көбейту 700-ге 900-ді қоссақ 1600 болады. 1600 тең 480 мың. 480 мың. Осы енді X-ті табу үшін балалар, сендер білесіңдер, 480 мыңды көбейтуге кері амал бөлу 1600-ге бөлеміз. 1600-ге бөлеміз. X тең 480 мыңды 1600-ге бөлетін болсақ, балалар, 300 болады. Яғни X-тің мәні, балалар, 300-ге тең екен. Олай болса тексереміз. X-тің орнына 300-ді қоямыз. Көбейту 700 қосу 900 тең 480 мың шығады. 480 мың. Енді балалар, біз теңдеудің екі жағын теңестіруіміз керек. Ол үшін бірінші мына 480 мыңды жазып аламыз. 700-ге 900-ді қосса 1600, оны 300-ге көбейтетін болсақ, балалар, 480 мың шығады екен. Олай болатын болса, біздің шығарған теңдеуіміз дұрыс болады екен. Енді балалар, ары қарай екінші әсін өздерің шығарып көресіңдер. Сендерге тапсырма, кітаптағы 13-ші беттегі 5-ші тапсырманың әсі және 14-ші беттегі 11-ші тапсырманы орындайсыңдар.